Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір керемет медитациямен таныстырғым келіп отыр. Жалпы мен паникалық шабуылмен ауырып жүрген кезде Джо Диспензаның «Сила подсознания» атты кітабы қолыма түсіп, ішіндегі медитацияны орындап, толығымен паникалық шабуылдан құтыла алдым. Бұл тек қана сізбен бүгін таныстырғалы отырған медитация тек қана паникалық шабуылдан емес, сонымен қоса сіздің негативті эмоциялармен жұмыс істеуге көмектеседі. Денсаулығыңызды жақсартады, барлық жүрек, асқазан, түрлі аурулардан айығуға көмектеседі. Ең бастысы армандарыңыздың орындалуына ықпал етеді. Себебі альфа қалыпта, қазір түсіндірем ол не екенін, адамның армандары орындалады дейді. Көп естіген болатын шығарсыздар. Жалпы Джо Диспенза жайлы айта кетсек, бұл кітаптың, бұл медитацияның авторы Джо Диспенза нейробиология, нейрохимия ғылымдарының профессоры, интегративті медицина клиникасының төрағасы, басшысы, және де бүкіл дүние жүзі бойынша тренингтер жүргізеді. Атақты бестселлерлары бар. Мысалы, эффект плацебо деген, кроличья нора деген сияқты атақты бестселлерлары бар. Жалпы толық етерім, бұл адамға сенуге болады. Талай адамдардың пікірлерін оқыдым. Өзімде, мысалы, 2 жыл бұрын жасадым. Әсері керемет. Және бұл медитацияны мен ойымша қазақ елі білу керек деп ойлаймын. Сіздермен таныстырғым келіп отыр. Жалпы бұл медитациямен таныстырмастан бұрын сіздерге бір қызықты мәлімет айтқым келіп отыр. Бұл мәлімет те бұл кітаптан алынған. Жалпы адамның миында бірнеше қалып болады. Бүгін сіздермен негізгі төртеуімен таныстырғым келіп отыр. Қысқаша айтып кетейін. Медитацияны түсіндіргенде жеңілірек болады. Қайсы қайдан шыққаны сізге түсініктірек болады. Ең алдымен дельта қалпы. Ол адам терең ұйқыда жатқанда адамның миы дельта қалпында болады екен. Ол адам түстер көреді, терең ұйқыда осы қалыпта болады. Келесі тетта қалпы, ол гипноз. Адам гипноз қалпында, тетта қалпында болады. Келесі ол бетта деген адам көп анализдесе, көп ойланса, уайым, қайғы, күнделікті қарбалас өмірдің салдарынан адамның жаңағы миының қалпы беттаға айналады екен. Бетта. Адамның миы осы қалыпта болғанда, ол жалпы адамның рухани өмірінің бар екенін, адамның ішкі өмірі бар екенін ұмытады. Ол тек қана сыртқы қарбалас өмірді ғана ойлайды. Барлығын ұмыт кетеді, сыртқы қарбалас өмірді ғана ойлайды, стресте болады, анализ дейді, оның миына түрлі жүк түседі, салмақ түседі. Осының салдарынан адамның миы бетта қалпына түсіп кетеді де түрлі ауруларға тап болады. Соның ішінде біз айтып отырған паникалық шабуыл, бұл вегетативті ауру немесе адамның жүйке жүйесінен пайда болған ауру. Ол жалпы айтқанда барлық аурулар, көптеген органикалық емес, аурулардың көбі стресстен пайда болады. Адам уайымдағаннан, қайғыдан. Себебі білеміз, барлық жүрек, асқазан, барлық біздің мүшеміз орталық жүйке жүйесімен байланысты. Орталық жүйке жүйесі басқарады екен. Сонымен қоса, осыдан шығатын нәрсе біздің ойлау қабілетіміз, біздің жүйкеміздегі процестер немесе гармония бұзылса,
біз түрлі ауруларға тап болады екенбіз. Адамның организмі бетта қалпында үйлесімділікті жоғалтады, гармонияны жоғалтады адамның организмі. Соның салдарынан түрлі ауруларға шалдығады. Адам бұл қалыпта ешқандай шығармашылықпен айналыса алмайды. Ол дәл қазір өмір сүре алмайды. Ол немесе өткен шақпен өмір сүреді, өткенді уайымдап, немесе келер шақпен уайымдап, келерде не болады деп. Дәл қазіргі шақпен ол өмір сүре алмайды. Ол білім ала алмайды. Ол ләззат ала алмайды бұл өмірден. Бұл адамның бетта қалпы. Жалпы бетта қалпында адамның миын қарағанда ғалымдар альфа қалпы, тетта деген сияқты қалыптар мынандай тыныштық сызығын көрсетіп тұрса, тік сызықты. Бетта қалпында шимай адамның шимай сызықтарды көрсетеді екен. Бұл қалыпта адам ұзақ уақыт болса, ол түрлі ауруларға шалдығады. Альфа қалпы ол керісінше, ол тыныштық қалпы. Адам бұл қалыпта шығармашылықпен айналыса алады. Адам дәл қазіргі сәтпен өмір сүреді. Адамның ішкі жан дүниесінің бар екенін түсінеді. Ол рухани жағына мән бере бастайды. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүреді. Сонымен қоса, адам қызықты ақпарат алғанда, адам альфа қалпына түседі екен. Жалпы альфа қалпы, естіген болатын шығарсыздар. Альфа қалпы адамның ұйқы мен сергектік арасындағы миының қалпы. Адам енді оянып келе жатқанда адам альфа қалпында болады. Альфа қалпы психология тілімен айтқанда когерентті қалып деп айтады. Когерентті қалып деген адамның миы тыныштықта болады. Адамның миы гармонияда болады. Адамның миы осы қалыпта болғанда, оның дені сау болады. Адам осы кезде армандағанда, альфа қалпында армандағанда, армандар орындалады дейді. Сонымен қоса, психологияда альфа қалпы ол тікелей түп санаға жол дейді. Түп санаға альфа қалпы арқылы кіріп, адам негативті эмоциялармен жұмыс істейді. Сонымен қоса, адам армандайды, өзінің негативті эмоцияларын өшіріп, адам өзіне жаңа установкаларды қояды. Біз бұны альфа қалпы дейміз. Жалпы айтады ғой, альфа қалпында армандаса, армандар орындалады дейді. Менің таныстырғалы отырған медитациям, оның мақсаты сіздің миыңызды күнделікті мына қарбалас өмірден, бетта қалпынан альфа қалпына түсіру, яғни гармонияға, миыңызды гармонияға түсіру, денеңіздің мүшелеріңіздің қалыпты жұмысына түсіру, түрлі аурулардан құтылу. Сонымен қоса, жаңағы айтып отырған паникалық шабуылдан, армандардың орындалуына осы алып келетін альфа қалпы. Альфа қалпына қалай түсеміз? Жалпы бұл медитация 4 қадамнан тұрады, 4 аптадан. Бірақ та сізге 2 аптада жеткілікті. Өйткені мен де кезінде осы 2 аптасында жасап, паникалық шабуылдан толықтай құтылдым, белгілі нәтижелер алдым. Неге мен 2 аптаны ғана айтып жатырмын? Өйткені 4 аптасында 4 қадамында ол негативті эмоциялармен жұмыс істеу, ол жайлы мен тағы да қосымша бұйыртса видео түсіремін. Ол өте ұзақ уақыт алады. Дегенмен 2 аптада, 2 қадамда сізге жеткілікті. Жалпы енді альфа қалпына қалай түсеміз? Ең алдымен сізге бұл медитацияны қалай жасау керек екендігін айтайын. Ең алдымен қай уақытта жасаған дұрыс? Жаңа айттым, альфа қалпы ол адамның
сергектік пен ұйқы арасындағы қалпы. Яғни адам тұра салғанда осы қалыпта болады. Яғни қашан ыңғайлы? Адам ұйқыдан оянғанда осы медитацияны жасаған жөн. Себебі альфа қалпына адам жеңіл түседі. Немесе жатарда жасаған жөн. Әсіресе сіз ұйықтай алмай жатсаңыз, ұйқысыздық сізді мазаласа, осы медитация ұйқыға тез кетуге көмектеседі. Себебі альфа қалпынан, себебі миыңызды тыныштандырады да. Альфа қалпынан дельта қалпына сізді апарады, терең ұйқыға апарады екен. Ертеңінде оянсаңыз, өзіңізді керемет сезінесіз. Жалпы өзім паникалық шабуылдан бірінші рет жасағанның өзінен паникалық шабуылдан құтылдым. Себебі менің миым бетта қалпында болды да, альфа қалпына түсті, тыныштық қалпына түсті. Келесі ол орын. Қандай жерде жасаған жөн? Бірінші ол жер тыныш болу керек, жылы болу керек, суық болмау керек, қатты ыстықта болмау керек. Сізде еш нәрсе сізге бөгет жасамау керек, тыныш жер болу керек ол жер. Бұл медитацияны қай уақытта жасаған жөн? Жаңа айтып кеттім, альфа қалпы ол адамның ұйқы мен сергектік арасындағы қалпы. Сол үшін бұл медитацияны таңертең, яғни сен тұра сала, адам альфа қалпында болады. Сергектікке өтіп бара жатқан кезде ол альфа қалпында болады. Яғни бұл қалыпқа ену жеңілірек. Сол себепті таңертең ұйқыдан тұрғанда жасаған жөн, немесе ұйықтар алдында жасаған жөн. Себебі, мысалы, адам бетта қалпында болады ғой, тынышсыздық, уайым, қайғы, өмір жайлы ойлау, анализдеу деген сияқты бетта қалпынан біздің айтып отырған медитациямыз, миымызды тыныштандырып, альфа қалпына түсіреді де, ұйқыға, яғни дельта қалпына апаруға өзін ықпалын тигізеді. Таңертең тұрсаңыз, өзіңізді керемет сезінесіз. Себебі миыңыз керемет, миыңыз демалып тұрады, солай сезінесіз. Жалпы өзім паникалық шабуыл кезінде бірінші сеанстан кейін, жаңағы медитация бірінші сеансынан кейін менің паникалық шабуылым жоқ болып кетті. Себебі миым бетта қалпынан альфа қалпына тынышталды, миым гармонияға түсті. Енді бұл медитацияны қанша уақыт жасау керек? Күнде 10-15 минут. Таңертең немесе кешке, екі уақыт емес, біреуін таңдайсыз. Себебі ол сізге салмақ, себебі ауыр болып кетеді. Келесі ол орын. Қай жерде жасаған жөн? Медитацияны жасағанда ешкім сізге бөгет жасамау керек. Тыныш болу керек, жылы болу керек, қатты суық болмау керек, ыстық болмау керек. Бұл медитацияны жасап отырғанда, сіз альфа қалпына түсіп келе жатқанда ешкім сізді мазаламау керек. Бұл кезде сіз есігіңіздің сыртыңызға бөгет жасамаңыздар, немесе мен медитация жасап жатырмын деген қағазды да іліп қойсаңыздар болады. Ең бастысы сізге ешкім бөгет жасамау керек. Сонымен қоса сіздің киіміңіз сізге бөгет жасамау керек. Қатты қысып тұратын киім, қатты ыстық, қатты қалың киімде кию қажет емес. Қатты қарныңыз ашып тұрғанда жасамаңыз. Себебі сіздің көңіліңізді аудартады. Шөлдеп тұрғанда жасамаңыз. Сол үшін медитация жасардың алдында тамағыңызды ішіп алыңыз, суыңызды ішіп алыңыз. Немесе жаныңызға су алып кеп қойсаңыз да болады. Шөлдеп кетсеңіз, ақырындап ішесіз. Негізі медитация жасағанда еш нәрсеге бөгелмеу керек, еш нәрсеге назар аудармауға тырысыңыз.
Келесі ол позиция, егер де сіз жатып жасасаңыз, көп адамдар жатып жасайды медитацияны, ол кезде сіз ұйқыға кетіп қаласыз да, ешқандай әсер болмайды. Басында 2-3 минут жасайсыз да, сіз міндетті түрде ұйқыға кетіп қаласыз. Ал бұл сізге керек емес. Сол үшін түрікше отырасыз, аяғыңызды бүгіп, былай түрікше білесіз ғой, солай отырып жасаған дұрыс. Арқаңызды тік ұстап, денеңізді барлығын босаңсып, босаңсытып барынша жасайсыз. Келесі бұл медитацияны қалай жасаймыз? Ең алдымен басыңыздан бастап, аяғыңызға дейін әрбір мүшеңізді сканерлегендей боласыз. Ойша сканерлегендей боласыз. Мысалы, ойша көзіңіздің алдын сканерлегендей боласыз. Әрбір мүшеге 10-15 секунд арнайсыз. Мысалы, бір көзіңізді ақырын ойша сканерлегендей боласыз. Алдын. Келесі екінші көзіңізді 10 секунд ойша сканерлегендей боласыз. Қолыңызды, мойныңызды мына жоғарыдан төменге түсе бересіз. Сосын қолыңызды барлықтарын ақырындап сканерлеп, аяққа дейін жасап шығасыз. Жалпы бұл медитацияны жасаған кезде сізге түрлі ойлар келуі мүмкін. Болмаған, бұрын есіңізге түспеген бала кезіңіздегі бір 6 жастағы ой келуі мүмкін. Немесе 4-5 жыл бұрын болған оқиға келуі мүмкін. Оған мән бермеңіз. Бұл жерде сіздің денеңіз оған қарсыласып тұр. Басында солай болады. Басында ойларыңыз түрлі жаққа кете береді. Яғни сіздің миыңыз бітті қалпында деген сөз. Сол үшін басында қайта-қайта кете берсе де ойыңыз басқа жаққа, қайтадан медитацияға ойыңызды алып келіңіз. Дәл сол сәтке қалған дене мүшелеріңізді сканерлей бастаңыз. Ал келесі медитацияларда уақыт өте келе, мысалы, 1 аптадан кейін, 2 аптадан кейін сіздің миыңыз, сіздің ойыңыз тек қана сол медитацияға зердесін қойып үйренеді. Тек қана сол медитацияны ғана ойлап үйренеді. Жалпы осыдан қателеспесем, 4-5 күн бұрын ба, 1 апта бұрын ба видео шығарған болатын, медитация. Бұл осы медитацияға нұсқаулық. Сол медитацияны қос қойып, таңертең тұрғанда немесе кешке құлақ қабыңызды қосып, көзіңізді шарфпен жапсаңыз да, шарф дегенде байлауышпен, шарф ыстық болып кетеді. Жауып, сол медитацияны тыңдап, менің даусымның артынан сол іс-әрекетті жасасаңыз, альфа қалпына жеңіл түсесіз. Мен айтқан болатын, сол видеоның астында жақында нұсқаулық шығады деп. Сол медитацияны осы видеоның астына, сол медитацияның сілтемесін осы видеоның астына жазып қоямын. Ол жерде айтады, кеңістіктегі көзіңізді сезініңіз. Кеңістіктегі, мысалы, көзіңізді ақырын сканерлегендей боласыз. Кеңістікте сіз сезімсіз, мына кеңістік қой. Сол жерде көзіңізді сезініп тұрсыз, 10 секунд арнайсыз. Жалпы ол медитация, қателеспесем, 12 минут. 12 минуттық медитация. Соны тыңдасаңыздар жақсы болады. Жаңағы сіздің медитацияны дұрыс жасап жатырсыз дегеннің белгісі, ол сіздің қалғығаныңыз. Бүйтіп медитация жасап отырсаңыз, бір 4-5 минуттан кейін сіз ақырындап қалғи бастайсыз. Яғни сіздің миыңыз бета қалпынан немесе басқа қалыптан альфа қалыпқа түсіп жатыр деген сөз. Қалғып былайынан деп ұйықтап бара жатқан сияқты. Сол. Енді жаңағыда айтып кеттім. Адам альфа қалпында түскенде, оның армандары тезірек орындалады. Өйткені оның миы гармонияда болады, когеренттілік болады, миы таза болып тұрады.
космоспен байланысқа түседі. Осы кезде армандаған өте пайдалы, армандау керек. Армандағанда дәл сол зат, немесе дәл сол сәт сіздің басыңыздан өтсе, сіз не сезінесіз? Сезімге мән беріңіз. Барынша сол сәтте сезінуге тырысыңыз. Барынша сол сәтті денеңізбен есіңізде сақтауға тырысыңыз. Сол кезде сіз альфа қалпында денеңізге сол сезімдерді жазып жатырсыз. Өйткені сіз альфа қалпында түп санаңызға кірдіңіз. Барынша армандаңыз. Бұл армандаудың еш зияны жоқ, пайдасы болмаса. Мен армандадым, арманым орындалды. Ол кішкене жекелеу болып тұр. Мүмкін сіздерге уақыт өте келе айтамын. Дәл қазір мен оны айтуға дайын емеспін. Сіздерге толық ашылу үшін маған кішкене уақыт керек. Сол егерде қандай да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыз, мен жауап беруге тырысамын. Егерде менің видеом сізге пайдалы болса, өзіңізге ақпарат алсаңыз, видеом сізге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сізді әлі де талай қызықты видеолар күтіп тұр. Сол жақсылықта жүздесек, сіздерге мен денсаулық тілеймін. Ең бастысы деніңіз сау болсын, ауырмаңыз.